Менің жүрегімнің ең нәзік пернелерін шерткен туындыларының бірі аққулар ұйықтағанда. Бұл поэмамда мен адам мен табиғаттың арасындағы көзге көрінбейтін, бірақ жанмен сезілетін қасиетті байланысты жырладым. Аққу мен үшін жай ғана құс емес, ол тазалықтың, адалдықтың, киеліктің символы. Қазақ ұғымында аққуға қол көтеру үлкен күнә. Бірақ өмірде кейде адам баласы амалсыздықтан сол киені бұзуға мәжбүр болады. Мен осы шығарма арқылы ана жүрегінің шексіз махаббатын, оның бала үшін бәріне дайын екенін көрсеткім келді. Дертке шалдыққан баласын аман алып қалу үшін ана киелі аққуды атып, табиғат заңын бұзады. Бұл тек бір ананың қайғысы емес, бұл бүкіл адамзаттың трагедиясы. Себебі біз кейде өз бақытымыз үшін табиғатқа қарсы шығып, оның заңдылығын ұмытып кетеміз. Бұл поэмада мен оқырманды ойландыруды мақсат еттім. Адам мен табиғаттың арасындағы тепе-теңдік бұзылса, оның салдары қандай болмақ? Біз қасиетті дүниелерді сақтай алып жүрміз бе? Мен үшін бұл шығарма ар мен адамгершіліктің, махаббат пен қасіреттің айнасы.